Здравствуйте, ребята! Урок номер 3. Идет сентябрь осенней тропкой. Күз жолымен қыркүйек келе жатыр. Ты научишься понимать значение простых фраз в текстах, содержащих знакомые слова и словосочетания. Используй в речи тематическую лексику. Сен өзіңе таныс сөздер мен сөз тіркестерінің мәтіннен мағынасын түсінуді үйренесің. Тақырыптық лексиканы қолданасың. Упражнение 1. Послушай, тыңда. В гости дождик зачастил, старый тополь загрустил. Спой мне, ласточка, прошу, а она в ответ: спешу, собирая в путь семью, возвращусь весной, спою. Қонаққа жиілетіп жаңбыр келетін болды. Кәрі терек мұңайды. Қарлығаш, өтінемін, маған өлең айтып берші. Қарлығаш болса, мен асығып тұрмын, отбасымды жолға жинап жатырмын. Көктемде келемін, сосын өлең айтып беремін. Скажи словами стихотворения. Кто в гости зачастил, кто загрустил. Өлең жолдарының сөздерімен айтамыз. Кім қонаққа жиі келетін болды, кім мұңайды. О чем попросил тополь ласточку? Терек қарлығаштан нені өтінді? Куда собирается ласточка? Қарлығаш қайда бара жатыр? Придумай слова, чтобы развеселить старый тополь. Кәрі теректің көңілін көтеру үшін сөздер ойлап тап. Попробуй начать так, дорогой тополь. Осылай бастап көр, қымбатты терек. Дорогой тополь, ты не грусти. Давай мы с тобой будем друзьями. Я тебе песенку спою. Қымбатты терек, сен мұңайма. Екеуміз дос болайық. Мен саған өлең айтып беремін. Поговори с соседом по парте о том, радуетесь ли вы приходу осени. Күздің келе жатқанына қуаныштысыңдар ма? Парталас досыңмен сөйлес. Упражнение 2. Опиши, суретте. На что похожи осенние листья? Күзгі жапырақтар неге ұқсайды? Опиши листья березы, клены, тополя, рябины. Қайыңның, үйеңкі, терек және шетен ағаштардың жапырақтары неге ұқсайды? Суреттейміз. Используй подсказку. Көмекші сөздерді қолдан. Яркие, ашық, резные, кесілген, желтые, сарғыш, рыжие, қызғылт, красные, қызыл, хрустящие, қытырлақ, волшебные, сиқырлы, красивые, әдемі, как рыбка, балық секілді, как бабочка, көбелек секілді, как кораблик, кеме секілді, как ладошка, алақан секілді. Листья березы желтые, по форме, как рыбка. Қайың жапырағы сарғыш, формасына қарай, пішініне қарай, балық секілді. Листья клена рыжие, по форме, как бабочка. Үйеңкі жапырағы қызғылт, ал пішіні бойынша көбелек секілді. Листья тополя красивые, по форме, как ладошка. Терек жапырақтары әдемі, пішіні бойынша алақан секілді. Так, листья рябины красные, по форме, как кораблик. Шетен ағашының жапырағы қызыл, пішіні бойынша кемеге ұқсайды. Упражнение 3. Поиграем, ойнаймыз. Спой песенку листьев, жапырақтар өлеңін айт. Ша, шо, шу. Ши, шу, ша, ши, ша, шу. Покажи движениями, как падают и кружатся листья. Жапырақтар қалай жерге құлайды, қалай айналады. Көрсетеміз іс-қимылмен. Упражнение 4. Секреты таблицы. Кестенің құпиясы. О чем можно рассказать, рассматривая таблицу? Кестеге қарап, не айтуға болады? Части речи. Слово предмет, имя существительное. Заттың атауын білдіретін зат есім, предмет. Слово признак, имя прилагательное. Заттың сынын білдіретін сөздер сын есім. Слово действие, глагол, іс-қимылды білдіретін сөздер етістік. Имя существительное отвечает на вопрос «кто что».
Зат есім кім не дегенге жауап береді. Имя прилагательное отвечает на вопрос какой, какая, какое, какие. Сын есім қандай деген сұраққа жауап береді. Так, глагол отвечает на вопрос что делать, что сделал, что будет делать, что сделает. Етістік не істейді, қайтты, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Что? Дождь, жаңбыр. Так, какие? Желтые, красные. Что делает? Скачет. Составь предложение по картинкам. Сурет бойынша сөйлем құра. В каком предложении говорится о живой природе? Запиши. Қай сөйлемде тірі табиғат туралы айтылған? Жазып аламыз. Падают желтые листья. Сары жапырақтар жерге түседі. Идет осенний дождь. Күзгі жаңбыр жауып тұр. Упражнение 5. Отгадай. Шешімін тап. О чем идет речь? Отгадай по признакам. Запиши эти слова. Бұл не туралы? Сын сөздерге қарап, жауабын табамыз. Ол сөздерді жазып аламыз. Сухие, желтые, шуршащие – это листья. Құрғақ, сарғыш және қышырлаған – бұл жапырақтар. Серые, хмурые, облачные. Сұр, қабағы қатулы, бұлтты – это небо. Аспан. Холодный, порывистый северный ветер. Салқын, қатты солтүстік жел. Мелкий, осенний, моросящий. Ұсақ, күзгі, сіркіреген жаңбыр. Дождь, жаңбыр. Упражнение 6. Исследуй текст. Мәтінді зертте. Сентябрь – первый месяц осени. На деревьях появились первые зеленые листочки. Желтые и красные листья тихо кружатся и падают на землю. Зацвели яблони. Под ногами шуршат опавшие листья. Из-под снега пробиваются первые подснежники. Красиво в осеннем лесу. Қыркүйек айы. Күздің ең бірінші айы. Ағаштарда ең алғашқы жасыл жапырақтар пайда болды. Қызғылт, қызыл жапырақтар айналып жерге түсіп жатты. Алма ағаштары гүлденді. Ал аяқтың астынан қышырлаған жапырақтардың дауысы шықты. Ал қардың астынан ең бірінші бәйшешектер шыға бастады. Күзгі орманда өте әдемі. Найди предложение об осени. Как ты догадался? Күз туралы сөйлемдерді тап. Қайдан білдің? Сделай дома книжку «Осень». Күз деп аталатын кітап жаса үйден. Так, предложение. Найдем предложение об осени. Күз туралы сөйлемдерді табамыз. Сентябрь – первый месяц осени. Қыркүйек – күздің ең бірінші айы. Желтые и красные листья тихо кружатся и падают на землю. Под ногами шуршат опавшие листья. Красиво в осеннем лесу. Эти предложения об осени. Бұл сөйлемдер күз туралы. Как сделать книжку? Кітапты қалай жасаймыз? Книжки должно быть не более от 2-4 страничек. Могут быть рисунки и фотографии. Небольшой рассказ из 2-4 предложений об осени. Кітаптың 4-5 беті болу керек. Және суреттер болу керек. Оның ішінде 2 және 4 сөйлемнен құралатын күз туралы әңгіме болу керек. Упражнение 7. Придумай, ойлап тап. Представь, что деревья могут разговаривать. О чем они шепчутся? Көз алдың елестетіп көр. Ағаштар сөйлей алатын болса, олар не туралы айтады? Составь диалог-разговор двух деревьев. 2 ағаштың әңгімесіне диалог құрамыз. Обыграй его соседом по парте. Парталас досыңмен оны көрсетеміз. Хорошо быть ласточкой, сказал дуб. Ласточки очень дружны, прошелестела береза.
«Ты желала бы быть ласточкой?» – спросил дуб. «Конечно», – согласилась береза. «Запиши диалог в тетрадь. Диалогты дәптерге жазып аламыз. Урок окончен. До свидания».